ма сол күні әрі қарай айсын бай берсін өздері, бірақ халықтың да қамын ойласын. Жоғарыда жүргендер тек өзінің ғана мынау Шыңболаттың деп айтқан сөзі бар, қазы қарта жегеніңнің не керек, ұрпақтарың қызамақ болып жатқанда деп. Біздің шындығымызды айтуға келдік, ешқандай тәртіп бұзушылық болмасын ағайындар, бәрінен сұрайын. Одан ештеңе өндірмейсіздер. Біз тек талапкерміз, талап құрайық деп келіп отырмыз. Осында қаншама бауырларымыз міне жүгіріп жатыр. Іштеріндегісін айтып жатыр. Сондықтан да түсіністікпен қарайық. Бағана қала әкімі жанымызда тұр. Қала әкімі бағана өз қойған талабына өзі жауап беріп, болашақта осындай істер істеледі, талаптарыңызды тағы да жазып та беріңіздер. Міне осылай жұмыс жасаймыз деген аузынан әңгімені тыңдадық. Енді бүгін Балқаш қаласындағы заводта әңгіме, бос әңгімені айта бермейік. Жаңаөзенде, Атырауда болып жатқан жағдай, олар да өздерінің заводтан ақшасын көбейткен, дұрыс па? Бейнеу көбейтті. Балқаштың заводы, Балқаштың заводында істейтін жұмыскерлер де басшылар қысқасын. Сен жұмыстан кетесің, сенің ақшаң қиылады. Олай болады. Деген әңгімені қойдырайық. Сондықтан осындай тәртіпте бәрі тәртіп болу керек. Бірлік болу керек. Бірлік болмаса ештеңе болмайды. Мына дүниеде біз көрінген жерде шашырап, көрінген